Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін математика негіздері бойынша мектепалды оқу тобына арналған қызықты математика тақырыбындағы ұйымдастырылған оқу әрекетімен таныстырамын. Оқу әрекетінің мақсаты балалардың математикалық ұғымдарды бекіту, логикалық ойлау қабілетін дамыту, санау, салыстыру және кеңістікті бағдарлау дағдысын қалыптастыру. Алдымен ұйымдастыру кезеңде балалар қонақтармен амандасып, музыка әуенімен бір-біріне смайлик көрсетіп, жақсы көңіл-күй қалыптастырады. Содан кейін миға шабуыл әдісі арқылы балалар аптаның күндері, жыл мезгілдері, тәулік бөліктері туралы сұрақтарға жауап береді. Одан кейін балалар қызыл шар және сары шар арқылы екі топқа бөлініп, тапсырмаларды дұрыс орындаған топтарға жұлдызшалар беріліп отырады. Бірінші тапсырма ретімен орналастыр. Балалар 1-ден 10-ға дейінгі сандарды ретімен орналастырып, тура кері санайды, олардың көршілерін атайды. Екінші тапсырма логикалық есептер. Бұл тапсырмада балалар қарапайым есептерді шығарып, дұрыс жауабын цифр арқылы көрсетеді. Үшінші тапсырмада геометриялық пішіндер. Балалар салфеткаға тамшуырмен су тамызып, шыққан пішінді атайды. Сонымен қатар санау таяқшалары, асықтар, моншақтар арқылы геометриялық пішіндерді құрастырады. Одан кейін балалар сергіту сәтіне музыка әуенімен қимыл қозғалыс жасайды. Төртінші тапсырма кеңістікті бағдарлау. Балалар қағаз бетіне ағашты ортасына орналастырып, оң жағына кірпілерді, сол жағына саңырауқұлақты, жоғарғы жағына құстарды, жоғарғы сол жақ бұрышына күн мен бұлтты, төменгі бұрышына шөпті орналастырады. Келесі тапсырма санай отырып орналастыр. Бірінші топқа сандарға сәйкес үрме бұршақтарды санап салыстырса, екінші топ сандарға сәйкес киімдерді сәйкестендіреді. Ұйымдастыру оқу әрекет барысында балалар жұлдызшаларды санап, қандай тапсырмалар қызықты болғанын айтып, оқу әрекетін қорытындылап шығады. Бұл оқу әрекет арқылы балалар математикаға деген қызығушылығы артып, логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Назарларыңызға рахмет.